Баршаңызға сәлем достар. Түс Шору каналына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, бізге қолдау білдіріп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Ал егер каналымызға тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген батырманы басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Бүгінгі шығарылым түсімізде есек көрсек қалай жорылатындығы жайлы айтатын боламыз. Бірақ ер адам мен әйел адамның көрулері әртүрлі болғандықтан, бүгін ер адам жайлы айтатын боламыз. Ал ендеше кеттік. Егер ер адам түсінде есек көрсе, қатты шаршағандығыңызды білдіреді. Түсіңізде есектің көп жүк артып бара жатқандығын көрсеңіз, бұл сіздің қол жеткізе алмай қалған мақсаттарыңызды білдіреді. Түсіңізде есектің тезегін жинап жүргендігіңізді көрсеңіз, рызық несібеңіздің артатындығын білдіреді. Егер түсіңізде есек сізді тістеп алса, сіздің сәтсіздікке көп ұшырап жүргендігіңізді білдіреді. Түсіңізде өзіңіздің есек болып кеткеніңізді көрсеңіз, қаржылай қиындыққа тап болатындығыңызды немесе сәтсіздікке ұшырайтындығыңызды білдіреді. Түсіңізде есектің ақырған даусын естісеңіз, бұл сіздің діннен алыс адам екендігіңізді білдіреді. Сондай-ақ есектің даусын есту жаман хабардың белгісі. Түсіңізде есектің етін жесеңіз, арам ақшаның белгісі. Достар, егер де осы видеомыз ұнаған болса, лайк басып, астына комментарий жаза кетіңіз. Келесі видеомызды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.